Алаштың игі жақсыларының ізі қалған көне шаһар Семей қаласындағы нөмірі 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп бір ғасырдан артық оқушылардың болашағын қалыптастыруда сапалы білім мен саналы тәрбие беріп отыр. Ең алғаш ашылған сәтте мектеп Хлебный қазіргі Қабанбай Батыр көшесіндегі нөмірі 20 үйде орналасыпты. Ол ғимарат сақталмаған, шамамен қазіргі қалалық сот ғимаратының жанында болған. Кейін мектеп Торайғыров көшесіндегі 121 үйге көшірілген. 1988 жылы сол мектептің тура жанынан қазіргі мектептің ғимараты бой көтереді. Мектебіміздің қазіргі мекен-жайы Торайғыров көшесі 121А. Мектеп тарихы 1922 жылдан басталады. Мектептің тұңғыш директоры Нұрымхан Омарұлы Тұрғанбаев. 1920-1925 жылдар аралығында Семей қаласында қазақ жастары үшін нөмірі 16 Қырғыз-қазақ бастауыш мектебінің іргесін көтеріп, оқимын, білім аламын деген қазақ балаларын оқуға тартып, бар білімін жастарға берген. 1922 жылы сол мектептің тұңғыш басшысы болған ұстаз Нұрымхан Омарұлы Тұрғанбаевқа жалған жала тағылып, қудалауға түседі. 1942 жылы өз еркімен соғысқа аттанады. 1960-1990 жылдары мектеп ұлы Абай атамыздың атында болған. Ал 1994 жылы Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 31 қаңтардағы нөмір 13 қаулысымен мектеп түлегі, алтын медаль иегері, ұлы отан соғысының ардагері, КСРО ғылым академиясының корреспондент мүшесі, академик Төлеубай Ыдырысұлы Амановтың есімі берілді. 1941-1945 жылы ұлы отан соғысының сұрапыл шайқастарына мектеп мұғалімдері Мұқаш Оспанов, Төкен Жұманов, Бейсен Жұмагелдин, Әшім Шайхин, мектеп түлегі болашақ физика-математика ғылымдарының докторы профессор Төлеубай Ыдырысұлы Амановта қатысады. 1957 жылы 28 қыркүйекте жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовпен туған күнінде мектеп оқушыларымен кездесу өткізген. Мектебіміздің атын асқақтатқан түлектер ақын Қасым Аманжолов, жазушы Сәду Машақов, сазгер қазақ вальсінің атасы Бекен Жамақаев, ақын Тыныштықбек Әбдікәкімов, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, сазгері Болат Сыбанов, автор, режиссер Қазақстан Республикасының әртісі, құрмет белгісі орденінің иегері Әбілқасым Жаңбырбаев. Абай мұражайының алғашқы директоры Ильяс Тұтқышев, ғылым докторлары Жабаға Тәкібаев, Хамид Жұмабеков, Жұмағали Есенбеков, Ғалия Төлеутаева, Асхат Сейсенбаев, ғылым кандидаттары Рахым Мыңжанов, еңбекшіл Омарханов, Ерғали Есенжолов, Нұргүл Мекішева, Төлеуғайша Ысқақбаева, Гүлнар Қатабаева, армия генералы Өркен Абдрахманов, милиция полковнигі Миллат Құсайынов, Қазақстан Республикасы Мәжілісі парламентінің депутаты Мұқаев Дәулет Төлеутайұлы. 100 жылдан астам уақыт ішінде мектеп 87 рет өз түлектерін үлкен өмір жолына шығарып салды. Осы жылдары мектепті алтын медальға 95 түлек, күміс медальға 47 түлек, ерекше үлгідегі аттестатқа 123 түлек бітірді. Қазақ КСР және Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздіктері Менкебану Сұлтанова, Төкен Жұманов, Төкен Исхақов, Рабиға Ахунова, Гүлбағи Ахметова, Хадиша Баймұратова, Раушан Жангелдина, Жәміш Абдыкерова, Бейсен Жұмагелдин, Клара Сабиханова, Надия Құлмұхамедова, Нұржамал Боламбаевна, Тамара Құмаровна, Ғазиза Жұмағалиевна, Күлзия Мырзабековна сияқты ұстаздар болса, олардың ізін жалғастырған Күлзия Ережепова, Гүлшат Төлеуханқызы, Қарлығаш Садықовна, Асқарбек Қасабайұлы, Жомарт Базенұлы, Фарида Кеңесарықызы сияқты ардагер ұстаздар жұмыс істеді. Бүгінгі күнде мектеп түлектері Айтқазина Алтынгүл, Иманғожина Назгүл, Аубакирова Арайлым және Ахметханов Арнұр білім саласында өз ұстаздарының ісін жалғастыруда. 1919 жылы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Шапағат медалінің иегері, Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, Кунафина Гүлнар Ағзанқызы 5 және 9 сыныптарға абайтану оқулығын жазса, мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, педагог шебер, Алтынсарин медалінің иегері Жанар Нұрахымқызы 11 сыныптарға арналған қазақ әдебиеті оқулығының авторы.
2011 жылы мектептің арнайы бекітілген логотипі мен мектеп гимні қала көлемінде ұйымдастырылған конкурс негізінде қабылданды. Мектеп гимнінің сөзін журналист Сәтжан Қасымжанұлы, ал әнін сазгер, драматург, журналистер одағының мүшесі Жұмабек Қамбаров жазған. Гимн іс-шараларда орындалады. Қазіргі күні жастарымыздың бойындағы отаншыл рух, патриоттық сезім дарытуға мектеп мұражайының алар орны ерекше. Мектеп мұражайы 2008 жылы ашылды. Мұражайда танымдық сабақтар өтіп отырады. Мектеп 2023-2024 оқу жылында орта білім беретін үздік ұйым грантына ие болып, 10 миллион көлемінде сыйақымен марапатталды. Бұл ұрпақ жалғасының жемісі. Бүгінгі күнде де мектеп ұжымы адал азамат, біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыруда. Заң және тәртіп құндылығының аясында мектепте жаңадан жас құтқарушылар мен жас сарбаздар сыныбы ашылған. Оқушылардың шығармашылық жағын дамыту бұл білім беру үрдісінің маңызды бағыттарының бірі. Білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін мектепте домбыра, би және қолөнер үйірмелері жұмыс жасайды. Мектептегі оқушылардың өзін-өзі басқару жүйесін, олардың құқықтары мен міндеттерін дамытуға бағытталған мектеп парламенті жүйелі түрде жұмыс атқаруда. Тәлім-тәрбие ата-анадан екені анық. Осы тұста мектепте ата-аналарды қолдау орталығы және даналық мектебінің жұмысы оқу мен білім алуда, қоғамға адал, жауапкершілігі жоғары қызмет ету үшін жұмыс жасауда. Осы жұмыстар мектептегі ұрпақтар сабақтастығы екені сөзсіз. Бір ғасырлық тарихы бар, өзіне артылар сенім мен жауапкершілікті сезінген Төлеубай Аманов атындағы нөмірі 16 мектеп ұжымы қашанда абыройлы істердің ұйытқысы бола береді. Мектептің болашағы жарқын, мақсаты айқын.